Біздің планетада зомбилар бар деп ойлайсыз ба? Бірақ олар қорқынышты фильмдегідей емес, шынайы. Ассалаумағалейкум қалайық, сіз ғалам және табиғат арнасындасыз. Және бүгін біз өз қожайындарын, кішкентай жәндіктерден бастап, үлкен бұғыға дейін зомбиге айналдыратын 7 түрі жаратылысты қарастырамыз. Бірақ алдымен арнаға жазылуды және қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Осы бейнеге лайк немесе дизлайк қалдырыңыз. Кеттік. Шабандоз ара. Бұл ара ұрпақтары үшін инкубатор ретінде құрттарды пайдаланатын кішкентай жәндік. Және бәрі түсінікті болар еді. Бірақ құрттың мінез құлқы логикаға сай келмейді. Аралар жемтігін шағып, оны қозғала алмайтындай етіп, денесіне 80-ге жуық жұмыртқа салады. Араның дернәсілдері құрттың денесінде дамып, оның ішкі мүшелерімен қоректенеді. Ал құрттың өзі әдеттегіден 1,5 есе көп тамақ жей бастайды. Қажетті салмаққа ие болғаннан кейін араның личинкаларына сыртқа шығуы керек болады. Бұл кезде олар қожайын денесін тесуге кіріседі. Міне бұл осылай көрінеді. Шабандоз ара адамды өз мақсатына пайдаланбайтыны қандай жақсы. Бір таңғаларлығы, дене мүшелерінің біразынан айырылса да, құрт әлі де тірі. Жәрдемі таусылған жәндік араның дернәсілдерін тірі қалдыру үшін олардың айналасына кокон тоқи бастайды. Кокон тоқып аяқтағаннан кейін құрт агрессивті қалыпқа тұрып алады және личинкаларды қуыршақ болғанша қорғайды. Содан кейін барып ол өледі. Бұл жерде бір ғана сұрақ туындайды. Бұл аралар құрттарға қамқорлық сезімін қалай сіңіре алады? Осы уақыт ішінде құрттың денесінде 2 жұмыртқа дамымай қалып қояды. Бұл 2 жұмыртқа қандай да бір жолмен иесінің миын басқарып, осының бәрін істеткізіп отырады екен. Ал сіз әлі ужас фильмдерді қорқынышырақ деп ойлайсыз ба? Лейкохлоредиум парадоксум. Бұл паразит құстардың кейбір түрлерінің шектерінде өмір сүреді. Паразиттер оған өте қызықты жолмен жете алады. Осы тыныш ландшафттың түбінде ұлу паразитті байқамай жеп қойды. Енді оның денесінде әдеттен тыс сепаратиста дами бастайды. Сепаратиста дегеніміз бұл паразиттерге толы сөмке. Ол үнемі өсіп, бүкіл денеге таралады. Кейінірек сепаратисте кішкентай сабақшалар түзіліп, олудың көзіне тікелей енеді. Мұның бәрі ұрпақ өсірудің жоспарының бір бөлігі. Өзінің назарына құстарды көбірек тарту үшін, мына құрттарға қатты ұқсайтын өсінділер дірілдеп тербеледі. Әдетте көлеңкеде өмір сүретін ұлу өздігінен күн көзіне шығып, құстардың оңай олжасын айналады да, ал құстар болса ұлуды қағып, көзін жұлып, жеп кете береді. Ұлудың көздері қайтадан өседі. Бірақ олардың ішіне жаңа сепаратисталар түседі. Ал құстар қайтадан жаңа көзді жұлып алып жей береді. Және бұл процесс шексіз, немесе ұлу өлгенше жалғаса береді. Химена эпимесис аргирапага. Коста-Риканы мекен ететін және өрмекшілерге шабуыл жасайтын араның тағы бір түрі. Өрмекшіні салдандырып, яғни парализовать етіп, ара оның денесіне бір жұмыртқа салады. Жәндік есін жиып, өзі тірі тағамға айналамын деп мүлдем күдіктенбейді. Жұмыртқадан личинка шыққанда, ол өрмекшінің қабықшасына бекітіліп, өрмекшімен қоректене бастайды. Әртүрлі химиялық реакцияның көмегімен личинка өрмекшінің жүйке жүйесін басып тастайды және иесін өзі басқаратындай етіп бағындырады. Зомби өрмекшінің мінез құлқы айтарлықтай өзгереді. Ол өзінің бұрынғы торын толығымен бұзады және қайтадан жаңасын құрады. Бұл тор әдеттегідей емес көрінеді. Дернәсілдің талаптарына сәйкес келетін дәл осындай құрылым болатын. Жұмыс біткен кезде өрмекші тордың ортасына кіріп, кейін өліп қалады. Келесі бірнеше күнде личинка өрмекшіні жайып рахат жеп, кейін қуыршаққа айналады. Кейбір басқа өрмекшілер бұл ара шаққаннан кейін бірден өз еркімен айналасындағы жапырақтардан кокон тоқып, денесін басқыншыға жеуге қалдырады. Таксоплазма гонди. Бұл мысық тұқымдастардың ішінде өсіп дамитын бір жасушалы қарапайым паразит. Ол үшін бұл паразитке мысықтың ішіне кіру керек. Бұны ол бұлай істейді. Таксоплазма крысалардың немесе тышқандардың колониясын зақымдайды және олардың мінез құлқын мүлдем өзгертеді. Ауру жұқтырған кеміргіштер мысықтардан қорқудың орнына мысықтарға өздері барып шабуылдайды. Тышқандар мысық зәрінің иісіне тартыла бастайды. Осылай бұл таксоплазма кеміргіштерді зомбиге айналдырады.
Әлбетте, мысық кеміргіштер ұстап алып жейді. Енді паразит өз мақсатына жетті. Айтпақшы, мысықтар туралы. Ауруды жұқтырған мысық 15-20 күннің ішінде қоршаған ортаға шамамен 2 миллиардтай цисса шығарады. Ал бұл циссалар 2 жылға дейін жұқпалы болып қала береді. Ал егер кішкентай бала мысық зәр шығарған құмда ойнаса, оған токсоплазмоз жұққанына кепілдік бар. Спинокардедес селини, немесе қазақша сықылық. Кішкентай кезімде бұл жәндікті бұлақтар мен арықтардан жиі көретін. Оларды бутылкаға жинап ішінде қалай жүзіп жүреді соны тамашалайтынмын. Сол кездегі ойым, бұлар жыланның баласы. Кішкентаймыз ғой ол кезде, әлі ештеңе білмейміз. Жарайды, әңгімеден алыстамайық. Бұл да омыртқасыз жәндік. Оның да дернәсілдері паразиттік өмір салтын жүргізеді. Қылық әдетте тура қанатты жәндіктердің, оның ішінде шегірткелер мен саранчалар немесе дәуіт сияқты жәндіктердің ішінде болады. Инфекция шегірткеге су ішкен кезде жұғады. Құрттың дернәсілдері иесінің денесіне еніп, сонда дамиды. Уақыты келмей қылық шегірткелерге ешқандай әсер етпейді. Ауру жұқтырған жәндік басқа шегірткелер сияқты қарапайым өмір сүре береді. Бірақ көп ұзамай келесі кезең келеді. Ересек құрт көбею үшін суды қажет етеді. Сол үшін қылық шегірткенің мінез құлқына әсер ете бастайды және оны су іздеуге мәжбүрлейді. Су қоймасы табылған соң шегіртке суға секіріп тұншығып батып өледі. Ал қылық болса сыртқа шығып жүзіп кете береді. Осылайша қылықтар шегірткелерді кішігірім зомбиға айналдырады. Кардицепс саңырауқұлағы. Бұл саңырауқұлақтар жер бетінде 48 миллион жыл өмір сүріп келеді. Және олар сіз ойлағаннан әлдеқайда ақылды. Ол өз мақсатында құмырсқаларды немесе басқа ұсақ жәндіктерді пайдаланады. Ауруды жұқтыру бұлай болады. Саңырауқұлақ спораларын, яғни тұқымдарын өтіп бара жатқан құмырсқаның үстіне атады. Құмырсқалар денесінен жабысқақ спораларды алып тастауға тырысады, бірақ онысынан ештеңе шықпайды. Споралар денеге еніп құмырсқа ауырады. Ол өте баяу болып, бір аптадан кейін жұмыс істемей қояды. Жәндік ұясынан шығып бас ауған жаққа кетеді. Санаулы күнін жалғыздықта өткізеді. Кардицепс жерден 20-25 см биіктікте және жоғарғы ылғалдықта өмір сүреді. Ауру жұқтырған құмырсқа дәл осындай жерді іздейді. Параметрлер сәйкес жерді тапқан соң, құмырсқа ерекше позада жапырақты жақтарымен істеп, аяқтарын кең жайып тұрады. Оның жақтары осы күйде қатып қалады және енді ешқашан ашылмайды. Ал құмырсқа ішінде саңырауқұлақ өсе береді. Ең қорқыныштысы, құмырсқаның миына ешқандай зақым келмей, бүтін күйінде қалады. Денесі саңырауқұлаққа бағынғанмен, құмырсқаның миы жұмысын жалғастыра береді және не болып жатқанын жақсы біледі. Бірақ енді оған қарсы ештеңе істей алмайды. Саңырауқұлақтың қауіптілігі сонша, ол бүкіл колонияны жоя алады. Эпидемияны болдырмас үшін құмырсқалар күдіктілер іздеп, тапса көзін жойып отырады. Хакекси ауруы. Бұл ауруды ғалымдар осыдан бірнеше жыл бұрын бұғылардан тапқан болатын. Ойлап қараңызшы, белгілі бір инфекция жүйке жүйесін зақымдап, азапты өлімге алып келеді. Ал ол миға жеткенде, мидың функцияларын бөгеттеп, организмді тірі өлікке айналдырады. Бұғы организмнің тірі жасушалары өле бастап, бұғыны кеңістіктегі координациясынан айырады. Бұғы шөп жеуден қалады. Көздерінің түсі өзгереді және ұйқыда керек емес болып қалады. Жануар агрессивті боп, адамнан немесе жыртқыштардан қорқпайтын болып кетеді. Есінен айырылып, бас ауған жаққа жүріп, ақырында аштықтан өледі. Кейбірі осылай жүріп шұңқырларға құлап, немесе машинаның астына түсіп өледі. Зомби бұғы деген аты толықтай сәйкес. Өйткені тіршілік иесі іштей шіріп, тірі өлікке айналады. Хакекси ауруы бірінші рет 1967 жылы тіркелген болатын. Бірақ ол кезде ғылыми одақтастық оған онша мән бермеген болатын. Ал қазір не өзгерді деп сұрайсыз ғой. Егер 67 жылдан бастап белгілі болған болса бұл ауру. ақш пен Канадада кенеттен бұл ауру қатты өрши бастады. Қалалар мен ауылдарда, трассалардың бойында, ормандарда жүздеген зомби бұғылар пайда болды. Массалық аурудың басталуына не түрткі болғанын ешкім білмейді. Басқа бір жануар бұл бұғының етін жесе, немесе қандайда бір контакт болса,
инфекция берілетінін ғалымдар білген кезде екі қолдарын төбелеріне қойды. Ең қорқыныштысы, хакексия инфекциясын аурудың алғашқы кезеңінде диагностировать ете алмайды. Онымен қоймай, ол емделмейді де. Келесі сұрақ: хакексия ауруы адамға жұға ма? Егер мутация болған инфекция адамға жұғатын болса, ақыр заман сонда басталады. Мынандай эксперимент жасалған болатын. 5 маймылға инфекцияланған бұғы етін берген. Соның 3-еуі хакексия ауруын жұқтырды. Жаңа ғана айтқандай, бұл ауруды диагностикамен немесе анализдармен алдын ала анықтай алмайды. Ал соңғы этабына жеткен кезде бәрі кеш болады. Ендігі үмітіміз хакексия ауруына қарсы дәрі шығару ғалымдардың қолында. Егер бейнеролик ұнаса, лүпіл басып, басқа да әлеуметтік желілерде бөлісіңіз. Жолыққанша, қазағым аман болсын.